ешкім жоқ па екен? О, сәлем достар. Айтпақшы, мына қолымдағы не киім десең, бұл Айрон маркеттен алған киім. Бағасы небәрі 2500 теңге. Айрон маркет магазиніне келіңіздер. Ешкім келмей тұрғанда мен кетіп қалайын. Давай, пока. Точно ешкім жоқ па, ұсталып қалмайын. Мынау не деп тұрсыздар ма? Бұл клубтағы ғой, достар. Бұл да айтпақшы Айрон маркеттікі. Бағасы небәрі 2900 теңге. Тағы да ешкім келмей тұрғанда кетіп қалайыншы. Осы жолы келмеймін, достар. Точно ешкім жоқ па? Әне қарап тұрғай, бұл ең соңысын көрсете салайыншы. Міне, мынауды тоже Айрон маркеттікі. Небәрі бағасы 3400 теңге. Аңыздар, Айрон маркетке кел деп атып қой. Тағы да ешкім тұрмағанда кетіп қалайыншы, осы жолы кетем. Осы жолы точно ең соңғы затын көрсетем. Болды. Әлі тұр әне. Міне, ең соңғы зат. Бұл қай жаққа дейсіңдер ма? Тоже Айрон маркеттікі деймін, достар. Бұның бағасы 1500 теңге. Мына екеуінің бағасы. Шашымды осылай тарағанда өте күшті. Көкка сияқты қараңдар. Міне. Осы точно шықпаймын. Давай, короче. Ай, бір итере бермеңдер. Ең соңғы сөз. Жарайды, ең соңғы сөз айтам. Достар, Айрон маркетке келіңіздер. Скидка болады, жеңілдік болады. Өте көп зат болады. Үші одан куртканың 1045 бар. Қазір қыс келатыр одан. Ана бас киімі, шапкасы, курткасы бәрі бар одан. Сіздер тек қана Айрон маркет арнасына келіңіздер. Ститка, піститканың бәрін қатырады Айрон маркеттен. Жаңағыдай көрдіңіздер ғой. Киімдердің бағалары деген. Куртканың бағасы 3400 теңге. Ал анам не тұрған кофтаның бағасы 2000 неше дедім мен? 2001 бәле дедім, короче. Нет, жаңағы оны қалам. Короче, Айрон маркетіне келіңіздер, сонда бәрін білесіздер. Давай, короче.